Сізге 3 сұрақ. Осы 3 сұрақты қою үшін 2 күн бойы Катардың 2014 жылғы еңбек кодексін, үй қызметкерлік туралы заңын, демеушілік туралы 2009 жылғы заңын, Эмирдің 2013 жылғы декреті мен Генассамблеяның 2019 жылғы 3 шешімін зерттеуге тура келді. Бірінші сұрақ. 2004 жылғы нөмір 14 Катардың еңбек кодексінің 2015 жылғы нөмір 1 заңымен енгізілген өзгерістерге сәйкес еңбек ететін азаматтардың еңбек ақысын қорғау жүйесі енгізілген. Басқаша айтқанда, Катардың еңбек кодексінің 2015 жылғы нөмір 1 өзгерістерге сәйкес кафала жүйесі жоққа шығарылған және еңбек ақысын төлемесе, онда кәсіпорынға сотқа беріледі, түрмеге дейін тоғытылады кәсіпорын басшысы. Ондай жүйе жоқ бізде. Яғни мына келісім шарт қарасаңыздар, ондай жүйе жоқ. Катарда бар, бізде жоқ. Ол бірінші сұрақ. Бұны қалай шешесіздер? Екінші сұрақ. Еңбек ету құқығы бұзылған азаматтар Катардың 2017 жылы нөмір 13 еңбек кодексінің және азаматтық және сауда кодексіне енгізілген өзгерістерге сәйкес дауларды шешу үшін комитет құрылады. Ал комитеттің шешімі атқару парағына ие. Комитетті басқаратын судья дауды шешеді. Ал келісім шартта комитет туралы айтылмаған. Бір бөлек, келісім шарттың 20 бабына сәйкес тараптардың келісім бойынша даулар шешілген делінген. Басқаша айтқанда, ертең біздің жұмысымыз Катарда өзінің еңбек құқығын қорғау үшін бұл келісім шарт бойынша комитеттің қарауына бере алмайды мәселені, дауды. Бұған қалай жауап бересіз? Үшінші сұрақ. Катардағы үй қызметкерлерінің мәртебесі туралы 2004 жылғы заңға сәйкес 2004 Ерлан жақын, 1 минут қойшы берсеңіз. 1 минут қосамыз. Еңбек кодекс. Микрофон қосыңыздар, Бақытжан Базарбектің, депутаттың. Катардағы үй қызметкерлерінің мәртебесі 2004 жылғы еңбек кодексімен реттелмеген. Ол демеушілік туралы 2009 жылғы заңмен реттелген. Онда көп кемшіліктер орын алып отыр. Мысалы айталық, Human Rights деген мекеменің есебі бар, Генассамблеяның 3 шешімі бар мен қолымда. Есеп бойынша азаматтардың құқықтары қайта-қайта бұзыла береді. Соның ішінде біздің азаматтарымыз құқықтар төлік құжатын алып қояды, мәжбүрлі еңбек етуге дейін жеткізеді. Мен демеушілік туралы заңды қарадым. Оны катарлықтар өзгерткен жоқ. Демек, біздің азаматтарымыздың құқықтары Катардың 2004 жылғы еңбек кодексімен реттелмейді. Демеушілік туралы 2009 жылғы заңмен реттелмейді. Бұл келісім шартпен де реттелмейді. Сонда біздің қызметкерлеріміздің құқықтары немен реттеледі? Рахмет. Как я отметила уже в своем докладе, кешіріңіз, негізі жаңа өзі баяндамамда айтып өттім. Біріншіден, комитет құрылады, 2 министрліктің өкілдерінен. Ол комитеттің негізі өзінің тарапынан жаңағы біздің жұмыскер ретінде барған азаматтардың құқықтарын қорғау. Егер құқығы бұзылып, біздің қазақстандық еш жерге, еш қайда жүгіне алмаса, өзінің арызын бере алмаса, жаңағы портал арқылы, цифрлы портал арқылы бізге жүгінеді. Біз қосылып, біз дегеніміз ол министрлік, еңбек министрлігі. Еңбек министрлігі негізі өзіміз нота жібереміз, нотамен жаңағы азаматтың құқықтары сот шешімдерімен шешіледі. Ол енді негізі бізбен міне залда отырған Ертаев мырза өзі Катарға барып, жаңағы өздерінің келісімдерін бәрін жасап әкелген. Негізі менің есебімен бұл келісім өте жақсы жағдайды тудырып отыр біздің қазақстандықтарға. Ал егер үй берілмесе, егер жалақысы төленбесе, жаңа айтқандай цифрлық платформа арқылы бізге хабардар етеді, біз оған қосыламыз, инспекциялар. Депутат Базарбектің микрофонын қосыңыздар, екінші рет. Светлана Қабикенна, мен сіз не айтып отырғанын мен түсінбей тұрмын. Мынау келісім шарттың 20 бабында комитет туралы айтылмаған. Комитет туралы сөз де жоқ.
Бұл бірінші бабында айтқан, яғни ішкі заңнамамен реттеледі делінген. Енді 20 бапта тек қана тараптардың келісімімен жүзеге асырылады делінген. Бұл жерде жазылмаған дүние. Мен сіздерге айтып отырмын, Катардың заңында егерде бірінші бапқа сәйкес ішкі заңнамамен реттелсе, біздің азаматтарымыз Катарда жұмыс істесе, демек демеушілік туралы заңға сәйкес бұл моменттер реттелмеген. Демек біздің азаматтар құқықтар қорғалмаған. Сіз мынау келісім шартта жоқ дүниені қалай айтып отырсыз бұл жерде? Мен айтып отырмын, Катардың заңында кемшілік орын алып отыр. Сіз ертең қалай құқық қорғайсыз азаматтарымызды? Не осы келісім шартқа өзгерістер енгізу керек? Не катарлықтарды өздерінің заңдарын өзгерт деп айту керек? Мәселе сода болып тұр. Олай сіз өзіңіз білесіз, Қазақстан өз тарапынан сіздердің заңдарыңызға өзгеріс енгіз деп біз айта алмаймыз. Міне сыртқы істер министрлігі отыр. Негізі ол кісі енді өкілі министрліктің айтып береді. Ал менің айтып отырғаным, негізі жұмыс беруші егер қазақстандықтарды өзіне жұмысқа тартам десе, өзіне алған міндеттемелерді нақты заңды түрде өзі қолымен қойып алады. Түсінесіз ғой? Заңда мен оның ішіне кіріп отырған жоқпын. Заңда не жазылғаны, демеушілік туралы заң көрген жоқпын, оны сіздерге айтамын. Және де егер жұмыс беруші үй беремін, арғы бері жолғы төлемдерін төлеймін деп өзі қолын қойып берсе, негізі өзіне міндеттеме алған. Ал онда негізі по действию гражданского законодательства он имеет право востребовать восстановление своих прав, если он не выполнит этих обязательств. Это уже оговорено. Бақытжан Жұмабекұлы, сіздің сұрағыңызды түсіну қиын болып тұр, шын айтсам. Нет, вопрос я... Ішкі, мынау Катардың ішкі рәсімдері туралы айтып отырсыз. Солай ма? Иә. Бұны енді шынында да жұмыс тобында. Тағы сұрақ бересіз ба? Қосыңыз үшінші рет Бақытжан Базарбектің. Ерлан Жақанұлы, Светлана Кабикенұлы, мен мынау келісім шарттан ары қарай кетіп отырмын. Сіз министр ретінде келісім шарт көлемде шектелмеуіңіз керексіз. Катардың заңымен біздің азаматтарымыз, біз Катарға өзіміздің азаматтарымыз жіберіп жатырмыз. Катардың заңымен біздің азаматтарымыздың құқық қорғала ма, қорғалмай ма, соған не қылуымыз керек. Сіз осы жерге келген кезде Катардың заңын оқып келуіміз керек еді. Кодексін, еңбек кодексін, демеушілік туралы заңын, мысалы, эмирдің декреттерін мен оқып келдім ғой, қарап келдім ғой. Рахмет. Рахмет, негізі, в соответствии с международным правом, если государство заключило соглашение, оно имеет силу выше, чем законодательство действующего государства. И если в соглашении прописано, что защищены права, соответственно, каждый, который принял на себя обязательства, должен это выполнить. Рахмет. Негізі, мынау Бақытжан Жұмабекұлы, сіздің қойып отқан сұрағыңыз әрине дұрыс, бірақ біз осы Катармен жасалып жатқан келісім шарт бұл үлкен қадам деп айтуға болады, алға қарай. Үлкен қадам, шында да. Бұл біздің сол жерде жұмыс істейтін біздің азаматтарымыз үшін әлеуметтік жағынан да, құқықтық жағынан да қорғауға мүмкіндік береді бұл. Бұндай бұған дейін болған жоқ қой. Бір ғана мысал, жаңа Нартай Аралбайұлы біздің әріптесіміз көтерді, Кореямен. Кореяда бересімен 40 мыңға дейін біздің азаматтарымыз жүр дейді. Осындай келісім жоқ. Қаншама жыл бойы біз сол келісімге қол жеткізе алмай отырмыз. Ол деген біздің әлеуметтік жағынан, құқықтық жағынан да сол ондаған мың адамдарымыздың қазір қорғаусыз қалып отырғанын көрсетеді. Осы мәселені көтеру керек. Ал негізі мынау осы келісімді Катармен мен шында да қолдаймын. Қазір біздің Светлана Кабикенова қанша азаматымыз? 700-800 адам бар ғой біздің қазір. 818 адам. Ол осы соңғы жылдар өте көбейіп жатыр. Болашақта одан да көбейеді қазір. Сұрақ бар менде? Бақытжан Жұмабекұлы, қолдайсыз ба? Жақсы. Рахмет. Сіз басыңызды изейсіз, қолдаймын деп айтасыз, басыңызды иземейсіз.